Сәлем, қырсықтық туралы видеоны TikTokқа салып едім, аудитория екіге бөлініп кетті. Біреу айтады да, қырсық деген жаман, айналаңдағы, жаныңдағы адамдарға өте көп зиянын тигізеді дейді да. Тек өзің ғана прав болып жүресің, өзің жеңімпаз боласың, сен күштісің, айналаңдағылар бірақ сол нәрседен зиян шегеді деді. Екінші аудитория бөлінді. Сонда не, қырсық болуға болмай ма не, ол бізге берілді ғой деген сияқты да. Енді бұл мінезді сіз қалай қолданасыз, соған байланысты да. Мысалы, қырсық мінезді біреуді езіп, жаншып, біреудікі дұрыс емес, сенікі ғана дұрыс, мен жеңуім керек десеңіз, сіз жеңесіз, бірақ айналаң бәрі зиян шегіп тұрады ол кезде. Ол қырсықтықты дұрыс емес қолданудың мысалы. Енді қалай қолдану қажет? Қырсықтық деген ол айтқан сөзінде тұрып қалу, одан таймауда. Енді оны құлшылықта қолдансаңыз болады. 5 уақыт намазды, мен 5 уақыт намаз оқимын, бұл до конца 5 уақыт намазды кешіктірмей, вовремя уақытында оқу. Мысалы ретінде айтып жатырмын да. Екінші мысал, дисциплина. Мысалы, күнде азаны 6-та тұрам. Міне, бұл айтқан сөзіңізге қайтпай соны жасау, күшті, өзіңізге пайдалы келтіріп отыр. Үшінші, қай кезде қолдануға болады? Жұмыста мақсатқа жету үшін. Мысалы, мен мынандай нәрсе алуым керек, оны нәрсені алуым үшін мен күнде мынандай әрекеттер жасауым керек. Вот күнде сол әрекеттерді жасауыңыз қажет та, өзіңізге уәде бересіз, осы мінезіңіз арқылы сол айтқан уәдеңізден таймай, сол жолда жұмыс жасай беріңіз. Сол кезде сіз өзіңізге өте көп пайда алып келесіз да, и өміріңіз до-после болып өзгереді. Сондықтан да қырсықтық мінезді тек өзіңіздің минустарыңызды жеңу үшін, өзіңіздің нәпсіңізді жеңу үшін қолдансаңыз, сіз үлкен ұтысқа ие боласыз. Сіздерге пайдалы болды деген ниеттемін. Лайк басып, подписаться етіп кетуді ұмытпаңыздар.